А правда, что вы предложили отменить 50% дисконт для оплаты штрафа? Да, я предлагал такой вариант. Ну, это же, помните, один из первых Штрафы моих... же у нас и так огромные. Почему? Телефон қолда болса айыппұл, магниткада тұрса айыппұл, құлақта гарнитура тұрса тағы да айыппұл. Тағы бір заң шықса таңғалмаңыздар. Біздің елде өйткені телефон ең қауіпті зат екен де. Түсіңе кірсе ертең телефон, таңертең тұрып барып айыппұл төлейсің. Жалпы осы заңды шығаратын органдар сіздерді надо проверять вообще на компетентность. С головой дружите? О чем вы думали? Вот у меня вопрос к вам. Сіздерге сұрақ. Қазіргі заманда телефонсыз жүру мүмкін бе? Телефон ол жұмыс, телефон байланыс, телефон навигатор, телефон керек десең психолог. Жауап беріңіздер. Вы можете вот так ходить без телефона? Онда телефон шығарған адамдарға айыппұл төлейді. Соларға айтыңыздар. Жалпы Қазақстанға телефон кіргізбей қояйық. Аварияның бәрі телефоннан ба не? Олай деп ойламаймыз. Кейде көшеде келе жатып, мен үйдегілерден гөрі сол камерадағылар көп көретін сияқты, танитын сияқты. Мына жігіт қай жерден келатыр, так? Телефон қай жерде тұр? Қайда барсаң қазір камера. Киноның ішінде жүрген сияқтысың. Бірақ айырмашылық бар да, актерлар ғой. Оларға ақша төлейді. А бізге айыппұл. Әділетсіз ғой. Бізге де ақша төлесеңіздер, біз камераға қарап бір хоть помашем, поулыбаемся. Қалайсыңдар еді? Әзіл-әзілмен мына сұраққа жауап беріңіздер. Елдің кез келген күші неде? Айыппұлда ма, жоқ камерада ма? Елдің күші адамдардың өзінің еліне сенуде ғой. Себебі адам заңды екі түрде ғана орындайды. Біріншісі қорыққаннан, екіншісі өздерінің ар ұят үшін. Ал енді нағыз күшті қоғам адамдар заңды айыппұлдан қорыққандықтан емес қой. Я төлеуде. Өздерінің мәдениетін үшін орындалғаннан пайда болады. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан мен бір нәрсені тілеймін біздің қазақтарға, қоғамға жалпы. Біздің елде заңда болсын, тәртіпте болсын, бірақ ең бастысы сенім болсын. Доверие. Мына конституцияны қазір қабылдап жатсыздар. Конституция дегеніміз не? Билік пен елдің арасындағы келісім ғой. Сенім. Осы дұрыс болу керек. Кейде камера көбейген сайын ойлайсыздар, адамдар үндемейді ау деп ойлайды. Олай емес, бірақ адамдар үндемей жүріп те бәрін түсінеді ғой. Сенім болса камерада аз болады. Просто қарапайым халыққа жанашу керек те. Сен ойлама то, что ойбай жатып ішер ешкім жоқ ол. Ешкім сен қайыртылып отқан жоқ, анау бермейді, мынау бермейді деп бүйтіп отқан жоқ. Просто солай тірліксіп жүрген адамдардың өздерін қысып салыватсыңдар да. Элементарный, простой пример. Сегізінші март праздникқа гүл сатуға шықты ма? Мысалы, 20 штук гүл сатып шықтым, мысалы, үлкен кісі апа. Соның барда участковый штраф салып тастайды. Оның штрафы. Дұрыс енді түсінемін, заң бұзушылық, басқа деген сияқты. Дамыған ел сияқты болғым келеді, бірақ оған экономикам жетпей жатыр да, онша. Сол секілді ол күнін әлем көріп отқан адам да. Одан бөлек таксовкада жүрген таксистер бір нашы не істеп кетті. Мысалы, межгород адам тасып кетті, 20 мың, 30 мың теңге ортада бензин кетеді, машина бұзылады, ол да расходың бар. Ол адам мәсағанды бересің айтады, сразу ол приложение бар, индрайвер, Яндекс бар, ұстап қалатын. И сен бір штрафқа түсесің 80 мың, 100 мың. Сразу обидно, да? Просто ана штраф, анаған бетсең штраф, мынаған штраф деген болмайды да. Телефон ұстадың, штраф. Не үшін штраф? Ол сен жеке мүлкің, өзің көлігіңде келатсың сен. Көлікті басқарып. Машина айдап келеді, бүйтіп түсіретіндер де бар, бір правонарушение жасады, ал не істейсің ал? Телефон шығармайсың ба, за рулем келесің. Или қасыңда каждый адам бір помощник біреуді алып жүре ма, пассажирскийде отыратын. Сәл логиканы қосу керек қой, штраф. Еще ременді аламын, простой пример ал. Мен тақпадым ал ремен, қазір тақып келатырмын ғой. Бір перекрестік тақпадым ал, түсірді. Екінші перекрестік түсірсін, үшінші перекрестік, бір күнде мысалы, бір күннен ремень тақпай шықсам, 50 камерадан өтетін болсам, 50 штраф келем ба, логиканы қосу керек қой. Болмайды ол, мысалы, 50 перекрестікте сен превышение жасайтын болсаң, 50 штраф келеді, оны төлейсің, Дәл сол секілді ғой, ременде де сондай ма,
дұрыс емес, соның бәрін ойластыру керек. Мысалы логиканы қосу керек. Адам дейді қинай беруге болмайды. Мысалы мен 60-пен келе жатырмын ба, превышение ма 65, 66, 67 деп сөйтіп түсіре бер адамды. А правда, что вы предложили отменить 50% дисконт для оплаты штрафа? Да, я А предлагал почему? такой вариант. Ну, это же, помните, один из первых Штрафы моих... же у нас и так огромные. Почему? Нет, вы неправильно поняли. Опять же, никто не вникает в суть Хорошо, объясните, пожалуйста. предложений. Я тогда говорил о систематических нарушителях правил дорожного движения. О людях, которые умышленно нарушают, и причем не однократно, не десятикратно, а сотни раз нарушают правила дорожного движения. У нас сформировался, к сожалению, в результате того, что закон оказался немножко бессилен в отношении вот таких систематических нарушителей. Вот те вещи, которые фиксируются камерами видеонаблюдения, то так называемыми системами объективного контроля, да? Там же просто приходит штраф. Вот он каждый день может ездить по автобусной полосе, каждый день создавать препятствия для общественного транспорта, каждый день может нарушать скоростной режим, да? Каждый день под камерами, умышленно. Ну, есть такой пул водителей, молодые ребята на престижных машинах с престижными номерами из обеспеченных семей, которые просто сделали такой, знаете, себе, как это сейчас называют, хай-трек, платные дороги. Вот они платно ездят по дорогам, все оплачивают штрафы. То есть они оплачивают штрафы, для них это не проблема, для них это формальность, и они носятся по городу Алматы, Астане, создают опасность для остальных участников дорожного движения. И за год, у меня есть цифры, некоторые водители совершают от 100 до 350 нарушений правил дорожного движения. А почему Все из-за одно- них мы должны вот, страдать? Нет, подождите. водители? Вот Да. именно для них, Для для систематических. тех, кто систематически нарушает, я предложил. Совершил 10 таких однотипных правонарушений, умышленных. Через 10 нарушений. На 11-м давайте не будем ему уже делать скидку в 50%. А остальных людей законопослушных это не касается. Это касается маленького пула злостных нарушителей. куда вы- Вот эту А 50% кому вы скидку. предложили? На каком уровне? Это запрос Я или что направил такой запрос премьер-министру страны. Вам ответили? Давайте, да, да. это? Премьер поддержал? Премьер поддержал. И сейчас такие законопроекты готовятся. Именно для злостных нарушителей. Должны понимать, что законом предусмотрено использование телефона, отвлечение внимания. Если вы его держите в руках, если у нас на магните, если вы его поднесли к уху, это все считается уже использование телефона. Мынау полицейскийдің айтқанына қарап таң қалдым да. Енді жарайды, телефонмен сөйлесіп, за рулем штраф деп отыр. Түсінікті мейлі. Белбеу тақпасаң штраф деп отыр. Мен әдейі телефон ұстап тұрмын, бірақ тоқтап тұрмын да әдейі. Шетке шығып, тоқтап сөйлесіп алайын. Осы видеоны жазып алайын деп. Айтады да, енді магнитке жабыстырса, мысалы, мынандай магнитке жабыстырса, соған дейді, не дейді, оғанда айыппұл штраф саламыз дейді. Адамның осы жүргізушілердің бір 60%, 70% осындай не магнит қолданады, немесе жаңа липучка қолданады ғой, соған телефон қояды, картасын қарайды, тугис қарайды, көп қой адамдар. Қаншама таксистер соны қарап пайдаланып жүр. Енді соған штраф қойма. Жарайды, если оған штраф болатын болса, мысалы мынандай машиналарда панель бар. Мысалы жаңа адресіңді қоясың, қай адреске бару. Енді, значит, мына телефон тұрды не, мына карта қарады не, значит, соғанда штраф төлейін ба сол кезде? Болмаса жолда су ішіп келетсе, бургер жеп кетсе, бір тамақ жеп келетсе, оған да штраф төлейін ба сол кезде? Мен түсінбеймін. Мен таңғалатым бар ғой. Біздің өкіметтегілер, чиновниктер ма, білмеймін кім мына штрафты ойлап тауып отқан. Олар аспаннан қарап бейт, саусағын қарап, мына былай штраф жасайық деп отырады ғой деймін. Бұл не деген масқара? Қалай штраф болды мысалы? Сен обязательно төлеуің керексің, оны ешқандай құтыла алмайсың. Қайта бірінші аптада төлесің, қазір енді пока 60-тан жоқ, 50% төлейсің да, мысалы, оны алып тастаймыз деп отыр. Енді қараңыздар, енді ол төлейсің, ал егер төлемесең, сенің шоттарың бәрін бұғаттап тастайды, не шетелге шыға алмайсың, не картаңмен, приложениеңмен банковский ешқандай төлей алмай қаласың. Сөйтіп, ләж жоқ, бәрі сені төлеткізеді. Енді қараңыздар, бізді талап етсек, қаншама қазір көктем болып жатыр. Алматының көшелерінде қандай тесіктер бар, су ағып жатыр, люктардың крышкалары жоқ, дөңгелектер түсіп, дөңгелектер жарылып жатыр. Енді соны дәлелдейін десең, оған не істейді? Сотқа бер, оны доказать ет, оған экспертиза жүргізеді. Сосын барып, если тебе повезет, саған ущерб төленеді. Ал біздің жағдайларда камера жеткілікті ғой, болды. Камера жеткілікті, міне, зафиксирован болды, штраф саған, айыппұл. Ал біз неге өкіметке айыппұл бере алмаймыз? Неге өкімет оны бір камераңмен, бір видеоңмен түсірдің, мынаны жөндеп бердіңіз, неге олар бірден жөндемейді? Мен осыған түсінбеймін да. Достар, әділетсіздік
білмеймін бұл қаншалыққа дейін созылатынын түсінбеймін мен бұны. Сіздер түсінсеңіздер жазыңыздар, түсіндік деп.